бетке арналған комплекстік жаттығуларымызды бастайық. Терең демалып, іштегі шиеленісті напряжениені босатамыз. Әрдайым терең демалып, денемізді бос ұстауға тырысамыз. Терең демалыңыздар. Сол қолымызды сол иығымызға қойып, мойнымызды созамыз. Демалуды ұмытпаймыз. Әрі қарай демалуды жалғастырамыз. Терең демаламыз. Енді оң қолымызды оң жақ иығымызға қойып, мойнымызды сол жаққа бұрамыз. Әрқашанда демалуды ұмытпаймыз. Бос ұстауға тырысамыз. Әрі қарай демаламыз. Енді басымызды басымыздағы бұлшықеттер бетіміздегі бұлшықеттермен өте тығыз байланысты. Сондықтан да бастағы напряжениені босатып, осылай қалаймыз.
Енді мұрнымыздың екі жағын жайлап басып уқалаймыз. Біздің мұрнымыздың да жан-жағында белгілі нүктелер болады. Сол нүктелерді уқалай отыра біз өзіміздің тыныс жолдарымызды жақсартамыз. Сондай-ақ бұл біздің бетімізге кері әсерін тигізбейтіні айдан анық. Сондай-ақ бетімізге массаж жасау арқылы бетіміздегі бұлшық еттерді қатайтып, бетіміздегі клеткаларды жаңарта отырып, бетімізге сондай жақсы бір серпінділік сыйлаймыз. Әрқашанда демалуды ұмытпаңыздар. Терең демала отырып, жаттығу жасауды жалғастырамыз. Демалып үреміз. Ернімізді жан-жағындағы бұлшық еттерді қатайтып, терең демалып үреміз. Бұл біздің ерніміздегі жан-жағындағы бұлшық еттерді қатайтуына әсерін тигізеді. Босатуымыз қажет. Видеодағыдай қайталап жасаймыз. Жайлап жабамыз. Бұл біздің бетіміздегі барлық бұлшық еттерге жұмыс жасауына әсер тигізеді. Сондай-ақ әжімдерден құтылуға өте жақсы септігін тигізеді. Өйткені біздің бетіміздегі барлық бұлшық еттер жұмыс жасайды.
сүйектерді жоғары тарта отырып, аузымызды ашып жабамыз. Яғни күліп, жымиып, жирамыз. Бұл біздің ерніміздің жан жағындағы бұлшық еттерді қатайтады. Сондай-ақ әжімдерді кетіреді. Жаттығуымызды жалғастырамыз. Екі қолымызды екі иығымызға қойып, астыңғы иегімізді алдыға, артқа видеодағыдай қайталаймыз. Бұл біздің екінші иектен, яғни подбородоктан тұтылуға септігін тигізеді. Массаж жасаймыз. Жақ сүйектер мен бет сүйектердің ортасындағы бұлшық еттерді уқалай. Бетіміздегі барлық шиеленістерді босатамыз. Терең